Баршаңызға сәлем, менің берекелі асханама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қаралыдан тосап жасайтын боламыз. Алдымен қаралымызды жақсылап жуып алатын боламыз. Екі қайтарамен жуып алдым. Барлығын жуып жақсылап тазалап алатын боламыз. Сыртын шөптерін алып, мусорларын бәрін тазалап, екі қайтара жуып алатын боламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Алдағы уақытта әртүрлі қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Сол кезде алғашқы болып өзіңіз көретін боласыз. Қажетті заттардың барлығын астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Жуып алдым, жақсылап. Енді бұның ортасындағы дәнегін бөлек ажыратып алатын боламыз. Асықпай барлығын ішіндегі дәнектерін ажыратып аламыз. Мына барлығын ажыратып алдық. Бұл жерде менде қаралы 8 килограмм. Дәміне қарай өзіңіз шекерін қосатын боласыз. Бізде қаралымыз дәмді, тәтті болғандықтан мен 8 кило қаралыға 5 кило шекер қостым. Біреулер бірге бір қосып жатады, 8 кило қаралыға 8 кило қосып жатады. Сіздер өзіңіз қалай қалайсыз, соған қарай өзіңіз шекеріңізді қоса берсеңіз болады. Бір түнге қойып қойдым. Таңертеңгі уақытта осылай өзінің суы шығып, шекеріміз еріп, дайын болып тұр екен. Бұны енді газге қойып қайнататын боламыз. Вареньеміз қайнап шыққан кезде беті осылай көпіршитін болады. Осы көпіршігін барлығын үстінен ситаның көмегімен алып тастасаңыздар болады, немесе көбігі тарағанға дейін қайнатуларыңызға болады. Қатты қайнап шыққан кезде көбікшелер шығады. Мен алып тастайтын боламын. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша жасайсыздар. Қаралымызды осылай астын жай қойып, 1 сағат қайнатып алатын боламын. Бір сағат қайнап жатыр. Көбікшелері уже азайып, тарап қалды. Енді бұл вареньемізді бөлме температурасы болғанға дейін өшіріп суытып алатын боламыз. Достар, мен Instagram парақшамды да қалдырып кеттім. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер де болады. Бөлме температурасында суытып алып, вареньемізді тағы да қайнататын боламыз. Жарты сағат қайнағаннан кейін уже вареньеміз дайын болады. Ол кезге дейін мен банкаларымның барлығын паритетіп алатын боламын. Чайникке қақпағында ішіне салып, солай парлап алатын боламыз. Мына банкамызға құйып жатырмын. Ішіндегі қақпағын алып жабатын боламыз. Енді банкамызды тексеріп көреміз. Жатқызып көреміз. Жанынан ауа шығып тұрған, кіріп тұрған жоқ па, су шығып жатқан жоқ па тексеретін боламыз. Өте ыстық, абайлап істейтін боламыз. Тағы бір банкамызға құямын. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар, достар. Видеом ұнап жатса, өзіңіздің достарыңызбен бөлісулеріңізді сұраймын. Өте дәмді, күшті болып шықты вареньем. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бір банкымның аузын осылай жабатын боламын. Достар, видеом ұнаған болса, соңына дейін қараған болсаңыздар, алғысым шексіз. Менімен бірге болыңыздар. Алдағы уақытта қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.